Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамырды илеп және теп-тегіс етіп жаю жолымен көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысқа ұнымызды салып, үстінен жұмыртқа мен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, содан соң үстінен жылы суымызды құйып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Судың температурасы өте маңызды, жылылау су болғаны дұрыс. Біздің тұзымыз жақсы еритіндей болса болды. Енді қамырымызды осылай жақсылап қолымызбен 5-10 минуттай илейтін боламыз. Қамырымыз біздің қатты жұмсақ болмауы қажет және бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан соң тағы да қамырымызды жақсылап илейміз. Содан соң тағы да 30 минутқа қалдырамыз. Қамырды бетін целлофанмен жапқандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы тұнып тұратын болады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Ең алдымен ұнымызды сеуіп, оқтаудың 2 шетін ғана басамыз. Осылай бастапқы қамырды өте дөңгелек етіп жайып аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз дөп-дөңгелек болып шығатын болады. Тек мына жан-жағын осылай видеода көрсетілгендей қамырды айналдыра отыра, осылай оқтаудың 2 шетін басып, қамырды теп-тегіс етіп жайып аламыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымызды міне үлкендеу етіп жайып алдық. Енді арасына ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен осылай орап жаятын боламыз. Қамырдың ортасына тиіспеңіздер, тек 2 шетін ғана осылай айналдыра берсеңіздер, қамырдың өзі жайыла беретін болады. Тек қамырды айналдырып отыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде айналдырып, осылай арасына ұн сеуіп, тек 2 шетін ғана осылай айналдырамыз. Сол кезде қамырымыз біздің теп-тегіс болып шығатын болады. Және қамырға қатты салмақ баспаймыз. Тек жеңіл түрде осылай айналдыра береміз. Сол кезде қамырымыздың өзі жұп-жұқа әдемі болып жайылып шығатын болады. Бұл жерде тағы бір ескере кететін жайт бар. Ол қамыр жаятын столымыздың үсті. Столымыздың үсті міндетті түрде теп-тегіс болуы қажет. Сол кезде біздің қамырымызда жақсы жайылатын болады. Егер де столымыз кішкене қисықтау, сондай болып келетін болса, онда қамырымыз дұрыс жайылмайды. Сондықтан міндетті түрде теп-тегіс жерге қамыр жайғандарыңыз дұрыс болады. Міне осымен біздің қамырымыз дайын болды. Теп-тегіс бір келкі әрі жұп-жұқа болып шығады. Міндетті түрде арасына ұн сеуіп, орап, салатын тамағымызға қамырымызды сала берсек болады. Қамырымыз біздің ешқандай да жыртылмай, езілмей, тамаққа салғанда өте әдемі болып түседі. Міндетті түрде осы рецептпен қамырларыңызды илеп, жайып көріңіздер. Және видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Және алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар.